Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен қызылша қосылған өте дәмді әрі ерекше тез арада дайындалатын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Құрамына керекті заттар: қайнатылған жұмыртқа және де пияз қажет болады. Қайнатылған қызылшамыз бен тұздалған қияр қажет болады. Бізде пиязымызды көріп тұрғандарыңыздай ұсақтап турап алатын боламыз. Міне достар, дәл осылай ұсақтап турап аламыз. Және де бізде тапамызды қыздырып, шамалы май құйып, қызарғанша қуырып алатын боламыз. Қызылшамызды көріп тұрғандарыңыздай чөркеден өткізіп аламыз. Достар, егер сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Мен апта сайын жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Мен достар, қызылшамызды да өткізіп алдық. Енді тұздалған қиярымызды көріп тұрғандарыңыздай пішінге келтіріп, төрт бұрышты етіп турап шығамыз. Бізде қиярымыз ерекше тұзды дәм беріп тұрады. Міндетті түрде қосып жасап көріңіздер. Неке қиярымызды да турап алдық. Енді қайнатылған жұмыртқамызды турап шығамыз. Оны да дәл солай видеода көріп тұрғандарыңыздай бір пішінге келтіріп, төрт бұрышты қылып турап алдық. Енді ыдысымызға барлығын салатын боламыз. Қызылшамызды, қиярымызды және де қайнатылған жұмыртқамызды саламыз. Қызартып қуырып алған пиязымызды салып, оның үстіне қара бұрыш саламыз. Майонезімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Міне достар, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егер де менің видеом ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Менің арнамда апта сайын жаңа рецепттер шығып отырады. Астарыңыз дәмді болсын.